Сәлем достар, Айгүліктің асханасы атты YouTube арнама қош келіпсіздер. Менің арнама жазылып, лайк басып және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге қарын бүрме ұлттық тағамының рецебімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: жылқының қартасы, қазы, құйрық, қара кесек еттер, сәбіз, пияз, аскөк, ақжелкен, сарымсақ және тәтті бұрыш. Мен қысқа деп сақтаған тәтті бұрышты қолдандым. Ірі бөліктерге бөліп аламыз. Яғни пиязымызды, видеода көрсетілгендей сәбізімізді барлығын ірі бөліктерге бөліп, етпен бірге барлығын үлкен ыдысқа салып араластырып алсаңыздар да болады. Мен ең алдымен қартаның бір шетін ине жіппен көктеп тігіп алдым. Сөйтіп кезегімен бірінші етті, одан кейін сәбіз, аскөк, ақжелкен сияқты барлығын араластырып, кезек-кезек салып отырдым. Біздің қартамыз жарылып кетпес үшін қатты нығыздамаймыз, яғни тар болмау керек. Ол яғни қайнаған кезде жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті қатты тығыздамай, кішкене бостау етіп заттарды салып шығамыз. Менде балғын ет, жаңа сойылған малдың еті болмағандықтан, яғни сүрленген, тұздалған ет болғандықтан ешқандай тұз қоспадым. Өйткені тұзы күштілеу болады. Барлығын салып болғаннан кейін екінші жағын көктеп тігіп алып, ет сияқты кең ыдысқа салып, су құйып, кемі 2-2,5 сағат қайнатамыз. Сонда біздің қарын бүрмеміз қартаның ішінде тұрып, өз сөлі мен майына, өз буына пісіп шығады. Қарын бүрмеміз дайын. Қазір соғымның уақыты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы.